Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалыктары. Bugun boks жаңалыктары bo'ladi. Maman kubalik bokschi Aydos Serbosunovning qiynalmay jengayotganini aytdi. Box Play portalining redaktori Marek Kudek ikkinchi o'rta salmoqdagi qozog'istonlik Aydos Serbosunov bilan o'rta salmoqda WBA belbiyuning yegari kubalik David Moralli arasındagi ayqas turali o'yin bo'lishdi. Tilsi bergen suhbatında Maman kubalıqtın otandasımızın qanday basım tustari bar ekenini aytdi. Бұл кездесу 15-қараша күні Minneapolis, Minnesota штат AQSh қаласында өтеді. Жекпе-жектің қызық өтетінін қалаймыз. Қазақстандық боксшының осыған дейінгі қарсыластары тауыр болған. Бірақ ол жылдан боксшы емес. Moralli болса биік ары қолы ұзын боксшы. Егер осы кездесуге кубалық дұрыс жоспар құрса, қиналмай жеңуі керек. Ал Ербосынұлы болса да, ары қашықта қысқартырып, жақын дистанцияда жұдырықтасқаны дұрыс. Бірақ бұл қиын тапсырма. Менің ойымша, Давид айқын басымдықпен жеңеді дейді Кудик. Бивол Канеломен айқасынан соң қандай күй кешіп жүргенін айтты. Жартылай ауыр салмақта WBA чемпионы ресейлік Дмитрий Бивол мексикалық Саул Канело Альварестен жеңгеннен кейін өмірде не өзгергенін айтты деп хабарлайды. Аздап өзгерді. Жақсы жекпе-жек өткіздім. Енді көптеген адамдар мені көшеде тани бастады. Өзім өзгердім. Адамдардың маған қатынасы өзгертті. Әрине адамдар мені бір жерде көрген сияқты емес. Жақсы боксшы ретінде танып жатқаны ұнайды. Бірақ мен құрметке жетуді қалаймын. Тек танымалы емес, исімем мықты болғандықтан құрметтегенімді қалаймын. Бұл мені бақытты етеді дейді Бивол. Мексикада нокаутпен жеңіске жеткен қазақ боксшысы үздік ондыққа кірді. Бек Нурмагамбет екінші орта салмақтағы боксшылар арасында WBA рейтингіде көрсеткішін жақсартты деп хабарлайды. Отандасымыз бір сатты жоғарылап 10-ші орынға көтерілді. WBA интернетсіне белбеуінің егері соңғы айқасында мексикалық Лусиньо Араухомен жұдырықтасып техникалық нокаутпен жеңді. Жекпе-жек Мексика астанасы Мехикода 23 қазан күні өткен еді. Еске салайық. Аталмыш дивизионда Айдос Ербосынұлы көш бастап тұр. Ербосынұлы қараша айының 5 жұлдыз AQSh'та WBA чемпиондық белбеуі бар. Кубалық Давид Moralliмен қолғап түсіреді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.